Есектің еті неге харам болды? Хайбар соғысында сахабалар жиналып, аш болған соң есектерді әкеліп, сол жерде қазанға салады. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ол сахабалардың есекті қазанға салып жатқанын көріп, бәрін төктеп тастайды. Не үшін дегенде, сахабалардың сұрағына пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, есек нәжіс жейді, сол үшін харам болды деп айтқан екен. Жылқы малына келетін болсақ, жылқы малы адал, өйткені барлық мұсылман түркі елдері ол жылқы малын, жылқы етін жей алады. Жылқы мен есектің одан дастырғаннан шыққан, яғни хашыр дейміз, хашырдың етін жеуге бола ма? Хашырдың еті егер анасы жылқы болатын болса, әкесі есектің айғыр болатын болса, онда ол болады. Ал керісінше, есек анасы болып, әкесі жылқының айғыр болатын болса, ол харам болады.